Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға қазақ суретшісі, КСРО суретшілер одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, мәдениет пен бейнелеу өнері саласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан акварелінің шебері, тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты Әжиев Үкі Әжиұлының туғанына 110 жыл толуына орай рухани құндылықтарымызды әлемге паш еткен суретші атты видео ақпаратымызды ұсынамыз. Әжиев Үкі Әжиұлы 1924 жылы 23 желтоқсанда Алматы облысының Кемертоған селосында дүниеге келді. Дулат руынан шыққан. Үкі Әжиев 12 жастан Қазақстан суретшілер жанындағы сурет үйірмесіне қатысады. Әуелден суретші болуды армандаған Үкі Әжиев Алматының көркем сурет училищесіне есейген шағында келіп түседі. Ол шығармашылық жолын Қазақстан бейнелеу өнеріне адал қызмет жасауға арнады. Үкі Әжиевтің жұмыстары өз еліміздің музейлерінде, сондай-ақ Лондон сәулет және өнер музейінде, басқа да көптеген елдерде жеке жинақтарда сақталған. Қазақстанды әлемнің ең үздік бейнелеу өнері жинақтарында әйгілі етіп келген Үкі Әжиевтің туындылары біздің еліміздің мәңгілік мәдениет ескерткіші болып қалады. Құрметті оқырмандар, Үкі Әжиевтің туындылары мен басқа да бейнелеу өнеріне байланысты кітаптарды оқығыңыз келсе, кітапханаға келіңіздер.